сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписация және бір ғана лайк кемелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастадым. Майхайыңдағы апат, 4-ші адамның денесі табылды. Төтенше жағдайлар министрлігі 75 метр тереңдіктен автобус жүргізушісінің денесі шығарылғанын мәлімдеді. Авариялық құтқару жұмыстарын жүргізу барысында экскаватор арқылы топырақты бөгеу кезінде 75 метр тереңдіктен машинистің денесі табылып сараптамаға жіберілді. Іздеу құтқару жұмыстары тәулік бойы және айтарлықтай қауіппен жүргізілгенін атап өткен жөн. Тау жыныстары мен топырақ үнемі сырғып түсіп жатты. Жұмыстарға әртүрлі қызметтердің 200-ден астам қызметкері тартылды. 180 мыңнан астам тонна тау массасы шығарылды деп хабарлады ТЖМ. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар, сау саламатта болыңыздар.